Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл екінші сынып қазақ тілі сабағы. Сабақты бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, дүпіл және қоңырау басуды ұмытпаңдар. Күнделікті сабақтарды бірге орындайық. Бүгін бізде 49-шы сабақ. Өзіңді тексер. Бірінші жаттығу. Берілген сөздерден 3 сөйлем құрап жаз. Тиісті тыныс белгілерін қой. Бірінші сөзде балалар алыс, мектеп, оқитын, сен, па. Екіншісінде балалар ат қоюға мәтінге болады. Келесі үшінші баласы аюдың не? Бірінші жаттығу бойынша берілген сөздерден сөйлем құрастырдық. Бірінші сөйлем. Сен оқитын мектеп алыс па? Тиісті тыныс белгі мұнда сұрақ белгісі, яғни бұл сұраулы сөйлем екен. Келесі екіншісінде мәтінге ат қоюға болады. Нүкте қойдық балалар. Келесі үшіншісінде аюдың баласы не? Тиісті тыныс белгі, мұнда сұрақ белгі. Екінші жаттығу. Мұғалім менің мектебім өлеңін жатқа жазуды тапсырды. Өлеңді жатқа жазу үшін алдымен, содан соң, содан кейін, ең соңында не істейсің? Өлеңді қалай жатқа жазады? Тақырыбында әңгімелеу мәтінін құрастыр. Мәтінді алдымен мәтінді оқып, не туралы оқығанымды көз алдыма елестетемін. Сөйлемнен бастап жаз. Өлеңді қалай жатқа жазады? Алдымен мәтінді оқып, не туралы оқығанымды көз алдыма елестетемін. Содан соң не туралы екенін түсініп аламын. Содан кейін тірек сөздерді жазып аламын. Ең соңында тірек сөздерді пайдаланып, ақпараттарды жазып шығамын. Мұнда балалар құрастырған мәтініміз не істеймін деген сұраққа жауап береді екен. Үшінші жаттығу. Сұрақтардың көмегімен суреттегі затты сипаттап жаз. Суретте балалар мұнда доп тұр екен, иә? Түсі қандай, неден жасалған, көлемі қандай, кімдікі дейтін сұрақтарға жауап беріп, сипаттап жазады екенбіз. Доптың түсі сары, қызыл, көк аралас. Ол резеңкеден жасалған. Доптың көлемі шағын әрі дөңгелек. Бұл доп сезімніңкі. Төртінші жаттығу. Мәтінді оқы. Біз сыныпты таза ұстаймыз. Өйткені ол біздің екінші үйіміз. Мұны балалардың бәрі жақсы түсінеді. Мәтіннің түрін анықта. А. Әңгімелеу. Ә. Сипаттау. Б. Пайымдау. Мәтінге ат таңда. Біздің сынып. Сынып екінші үйіміз. Мәтін мазмұны бойынша 2 сұрақ құрастырып жаз. Бұл пайымдау мәтіні. Себебі балалар бұл мәтінде дәлелденетін пікірі, дәлелдеу пікірі, қорытынды сөйлем бар екен. Сол себепті пайымдау мәтіні бұл. Мәтіннің аты сынып екінші үйіміз. Мәтін бойынша сұрақтар. Бірінші сұрақ. Біз сыныпты қалай ұстаймыз? Екінші сұрақ. Не себепті біз сыныпты таза ұстаймыз? Бесінші жаттығу. Пайымдау мәтіні туралы білетініңді пайдаланып, жағдаяттан шығып көр. Медеттің інісі балабақшаға барады. Кеше-кешке айдың ағасынан жапырақ көктемде неге жасыл, күзде неге сары болады деп сұрап қоймады. Сұрақтың жауабын таба алмаған айдын көмекке сыныптастарын шақырды. Сенің жауабың қандай болмақ? Сұрақтың жауабын таппасаң, дерек көздерге жүгін. Көктемде жапырақтағы жасыл түс хлорофилл деген пигменттің әсерінен болады. Жазда көктемде күн ұзақ болғаннан жапырақтар жасыл болып қалады. Ал күзде күн қысқарып,
Жапырақтарға күн сәулесі жетпей, хлорофилл азайып, фотосинтез процесі тоқталып, жапырақтар сарғая бастайды. Яғни көктемде жапырақта хлорофилл көп болса, күзде оның азаюы мен басқа пигменттердің пайда болуы жапырақтың сары түс алуына әкеледі. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.